Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын тойымды салаттарымыздың бірі баклажан салатын жасайтын боламыз. Қысқа арналып жапсаңыздар болады, міндетті түрде жасап көріңіздер, менің рецебіммен атылмайды. Бізге алдымен баклажан, сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы, жуа қажет болады, және де дәм беретін петрушка, укроп, сарымсақ қажет болады. Барлығын алдын ала дайындап алатын боламыз. Қызанағымызды қабығы тез ашылу үшін осылайша үстіңгі жағын осылай кесіп алатын боламыз. Сосын үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Сол кезде қызанақтарымыздың ашылуы жылдам болады. Қызанағымызды ашымай салсаңыз да болады. Негізі мен ашып салдым. Салатымыз дәмді шығады сол кезде. Сосын жуамызды осылайша турап алатын боламыз. Сәбізді майда етіп турасаңыз да болады. Мен осылай теркіден өткізіп алдым. Менікі шамалы ірілеу теркі болып тұр. Майда теркіден өткізсеңіз де болады, немесе майда етіп турасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мен осылайша теркіден өткізіп алдым. Сәбіздің барлығын болгар бұрышымызды орташа көлемде осылай турап алатын боламыз. Ірі қып турасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мінекей болгар бұрышын турап болдық. Барлығын турап боламыз дегенше қызанағымыз дайын болады. Осылайша қабығын осылай ашып алатын боламыз. Жарты сағат суда тұрған соң қабығының ашылуы тез болады. Осылайша барлығын ашып алатын боламыз. Қабығы ашылған қызанақтарымызды осылайша орташа көлемде кесіп алатын боламыз. Мінекей қызанақтарымызды осылай турап болған соң, енді баклажанымызға өтеміз. Баклажанымызды осылайша майда емес, қатты ірі емес, орташа көлемде осылай кесіп аламыз. Мен қабығын ашып жасадым. Қабығын ашымай жасасаңыз да болады. Ода ешқандай айырмашылығы жоқ. Маған осы қабығы ашылған баклажан салат ұнағандықтан осылай ашып алдым қабығын. Осылайша кубик етіп барлығын турап шығатын боламыз. Баклажан барлығын турап болған соң үстіне 2 ас қасық тұзымыз салып араластырып 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Баклажанның бойындағы ащы дәм сумен бірге шығатын болады. Осылайша араластырып қойсаңыз, түбіне өз су осылай шығатын болады. 10 минуттан соң баклажанымызды осылай басқа ыдысқа алып алатын боламыз. Сарымсақ, укроп, петрушкаларымызды алдын ала турап дайындап аламыз.
Мінекей укроп петрушкамыз да дайын. Енді қызып тұрған қазанымызға 600 мл майымызды құямыз, яғни жарты литрден көп май құямыз. Өйткені бізде баклажан майды жақсы көреді. Майымыз аз болып қалса, баклажан салаты дәмді болмай қалады. Сол үшін майды көптеу етіп құямыз. Жуамыз, осылай сарғыштау болғанша қуырамыз. Сосын жуадан соң осылайша помидорымызды салып, яғни қызанағымызды салып, бір 15 минут баяу отта осылай қуырып алатын боламыз. Мінекей соғы шықты қызанағымыздың. Енді оған болгар бұрышын салып, тағы да 15 минут қуыратын боламыз. Болгар бұрышымыз мінекей соғы шықты. Енді оның үстіне сәбізіміз салатын боламыз. Сәбізімізді бір 10-15 минут бұқтырып алатын боламыз. Яғни қуырып, оның да шамалы өлген соң сәбізіміз, ең соңында баклажанымыз салатын боламыз. Менің қазаныма салатым сыймағандықтан осындай үлкен алюминий кастрюлеме ауыстырдым. Осылайша баклажанымызды жаймен қуырып отырамыз. Баклажанымыз салған соң салатымызды 1 сағаттай қайнатамыз. Баяу отта жаймендеп қайнатып алатын боламыз. Баклажанымыз өлуі қажет. Осылайша баклажан өлген сайын мінекей соғы шыға береді. Енді чесногымыз, яғни сарымсағымыз салып, ары қарай қайнататын боламыз. Мінекей баклажанымыз шамалы қалып дайын болуына осылайша шамалы соғы көп болсын десеңіз, салатыңыз жарты кружка су қосып болады. Тұз, қантымыз саламыз. Барлығын мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Қант қоспасаңыз, өзіңіздің қалауыңызға қарай, мен шамалы дәмді болсын деп шамалап қант қостым. Осылайша салатымыз дайын болуына 15 минут қалған кезде укроп петрушкамыз салып 15 минут қайнатып алатын боламыз. Мінекей салатымыз дайын болып қалуға шамалы қалды. Енді оған 3 қасық уксусымызды құйып 5 минут қайнатамыз. Сосын салатымыз дайын, банкамызға құйып жауып ала беретін боламыз. Банкалардың барлығын стерильдеп алдым. Видеоға түспей қалыпты. Крышкамды ыстық суға салып қайнатып алдым. Банкымды стерильдеп алдым. Буға осылайша банкілерімізге салатымызды құйып, осылайша жауып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей салатымыз осылай шығады. Өте әдемі, тойымды салат болып шығады. Балдарға да ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер.